Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайдина ва набийна ва хабибина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті егі жақсылар, бүгін сіздермен қозғайтын тақырыбымыз ислам және әділ қоғам. Ислам біздің ең басты құндылықтарымыздың бүкілін қамтып беретін жалғыз дін. Ислам адалдықтың, кемелдіктің ең биік шыңын көрсете алатын жалғыз дін. Сондықтан биылғы жылды да Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бас муфтиіміз Наурызбай Қажы Тағанұлының қолдауымен ислам және әділ қоғам жылы деп жарияланды. Демек, исламның кез келген түкпірі бар жерде міндетті түрде әділдік орнау керек. Өйткені қазіргі таңда қоғамның өзі әділдіктің соңынан жүрген қоғам. Өте көптеген қоғамда әділетсіздіктерді көрген кезде қоғам, халық сондай жағдаяттарда ашынып жатады. Міне оның жалғыз себептерінің бірі де діннің болмауы. Өйткені біз кез келген жағдаятта тығырықтан шығудың жалғыз жолын діннен іздеген кезде ғана бізде еш уақытта өмірімізде бұндай бір кесапат дүниелер болмас еді. Өйткені қоғамда қазіргі таңда болып жатқан өзгелердің кісінің ақысын жеу, жетімдерді жылату, жесірлерді қаңғыртып жіберу деген секілді жағдаяттардың өте көптеп болуының себебінің бір негізі осы болып табылады. Ислам кемелділіктің, кеңшілдіктің, көркемділіктің негізін қалап берді. Алла Тағала қасиетті Құранда Нәбә сүресінің 57-ші аятында бізге осы нәрсені баяндады. Алла Тағала тақуаларды, адалдарды, туысқандарға көптеп мәміле жасап оларға қарайласқандарды ұнатамын дейді. Демек, бұл жерде Алла Тағала айтқандай, демек тақуалар. Тақуа адам дінді шама шарқына қарай Алла Тағала бізге не нәрсені міндеттеді, не нәрседен тосты, сол нәрсені шама шарқына қарай атқарып жүрген адам. Енді дәл осы тақуалықты сипаттаған адамның бойында міндетті түрде адалдық деген болады. Өйткені ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам «Мен ғушшата фалейса минна» деді. Кімде-кім өтірік айтса, кімде-кім әділетсіздік жасаса, ол бізден емес деді. Демек, әділетсіздік жасау исламның ең жек көретін амалдарының бірі болып табылады. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабалармен бір күн отқан сәтте сахабалар сұрайды: «Я Расулалла, мұсылман адам арақ ішіп қою мүмкін бе?» деген кезде «Я, мүмкін» деп айтады. Мұсылман адам зина жасап қою мүмкін бе деген кезде «Я, мүмкін» деп айтады. Бірақ мұсылман адам еш уақытта өтірік айтпайды, еш уақытта әділетсіздікке бармайды деді. Демек, мұсылман адам қашан өтірік айтса, қашан әділетсіздікке өзінің бойын қалыптастырған сәтте оның дәрежесі төмендей бастайды. Ол дүниеде де, ақыретте де бұл нәрсенің міндетті түрде кесапатын тартады. Өйткені Алла Тағала пендеге өзінің жасап жатқан күнәлардың зардабын бұл дүниеде де асылында көрсетеді деген. Бұл дүниеде де көрсетеді. Неге? Өйткені қазіргі таңда қоғамда мысалы өте көптеген жандар бар, өзгелердің ақысын жеп жүрген. Бірақ олар сол нәрсенің зардабын татып жатқан жоқ сияқты ғұмыр кешуі мүмкін. Бірақ Алла Тағала қасиетті Құранда истидраж деген нәрсені бізге міндеттеді. Истидраж дегеніміз пендеге мұрсат беру, сәт беру. Демек, егер де сіз бір күнәлі амалды жасап жүрген болсаңыз, ол нәрсе еш уақытта қоғамға айқындалмаса, және де сол жасап жүрген былапыт амалыңыз дәл сол күйінде әрмен қарай ешкім білмеген халде кетіп жатса, міне сол истидраж, құрметті жамағат. Өйткені Алла Тағала сол истидражды сізге беру арқылы сіздің мойныңызға күнәні арқалатып жатыр. Неге? Өйткені Алла Тағала пенденің жүрегіндегі негізгі ниетін біледі. Сол ниетіне байланысты оның амалдарына осылай көрінісін беріп қояды екен. Және де әділ қоғам міндетті түрде бұл әділдіктің негізін ұстану керек. Кез келген жағдаятта қоғам, пенде ең әуелі өзінен әділдікті бастау керек, отбасынан бастау керек. Өзіне деген әділдік асылда біз қайдан келдік, қайда барамыз. Алла Тағала бізді өзіне құлшылық ету үшін жаратты. Міне бұл әділдік дегеніміз Алла Тағаланың берген нығметтеріне дұрысынан жауап бере білу, бұл ең әуелі Алланың алдындағы әділдіктің бір сипатын көрсету болып табылады деген. Ал келесі әділдік дегеніміз отбасымызда ата-ананың қызметін қылу, бала-шағаның қажеттіліктерін өтеуге шамам шарқымыз келгенше әрекет жасау, отбасымызды асырау, дүниелік тіршілікте сол бала-шағамыздың білім алуына шамамыз келгенше мүмкіндіктер жаратып беру, бұл отбасының әділдіктің, отбасыдағы біздің мойнымызға міндеттелген бір көріністің негізгі сипаты болып табылады екен. Ал келесі қоғамдағы әділдік дегеніміз пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің мүбәрак хадисінде былай деп айтады: кімде-кім әділетсіздікті көре тұрса, былапыт істі көре тұрса, оны ең әуелі тілімен тоқтатсын деп айтады. Не болмаса оны тілімен тоқтатуға шамасы келмесе, ол нәрсені қолымен тоқтатсын деп айтады. Ал егер де қолымен тоқтатуға шамасы келмесе, ол нәрсені жүрегімен ол нәрсеге қайғырсын деп айтады. Енді ғұламаларымыз осы бір хадистің мүбәрак тәпсірінде бізге былай деп түсіндіреді: тілімен тоқтатсын дегеніміз ілім иелеріне міндеттелген амал деп айтады. Кімде білім болса, сол қоғамда болып жатқан әділетсіздікті, залымдықты тілімен тоқтатуға міндетті деп айтады.
Неге? Өйткені тілмен тоқтату дегеніміз ол жерде Алланың аятын келтіре алады. Алла Тағаланың бұл пенденің жасап жатқан ісінің былапыт іс екендігі, Алланың құзырында үлкен күнәлі амал екендігін Құран аяттарымен дәлелге келтіре алады. Және де ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мүбәрак хадистерімен ол нәрсенің Алланың құзырында ең жек көрінішті амал екендігін келтіре алады. Сондықтан тілмен тоқтату ілім иелеріне міндеттелген нәрсе деп айтады. Ал келесі, қолмен тоқтату дегеніміз кімге Алла Тағала билік берсе, басшылық нәсіп ететін болса, сол басшылықта өзінің қол астындағыларға құзыреттілігі жетеді. Сол жерде болып жатқан әділетсіздіктерді ол өзінің қолмен тоқтатуға міндетті. Ал келесі, жүрегімен тоқтатсын дегеніміз бұл халыққа, үмметке айтылады. Неге? Өйткені қоғамда болып жатқан әділетсіздіктерге, мұсылмандардың залымдардан зұлымдық шегіп жатқан жағдаяттардың барлығын көрген кезде мұсылман адамның жүрегінде міндетті түрде қайғыру болу керек. Және де сол болып жатқан әділетсіздіктер үшін Алла Тағаладан дұға етіп сұрау керек. Сондықтан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бүгінгі таңда ислам және әділ қоғам деп бізге міндеттеуінің бір негізі де осы нәрсе. Қоғамды ең әуелі дінге шақыру, дінге келген әрбір пендені әділ қоғамда әділдіктің негізінде сақтала отырып, осы әділдіктің соңында ғұмыр кешуге шақыр болып табылады екен, иншалла. Алла Тағалам естіп білгендерімізге амал етуді нәсіп етсін. Алла Тағалам өзіне лайықты құл, ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға лайықты үммет болуды баршамызға нәсіп етсін. Алла разы болсын.